Бірақ осылай ойлайтын болсаңыз, қызыңызды күйеуге беріп неңіз бар? Қызымның өмірін құрбан ете алмайды. Мен оқып қойдым, апай. Аман дейді екен. Пауза болды ғой енді, рекламасы. Апамыз. Егер менікі дұрыс болмаса, онда кешіріңіз. Бірақ осылай ойлайтын. Бірақ осылай ойлайтын болсаңыз, қызыңызды күйеуге беріп неңіз бар еді? Шынымды айтсам, бұл туралы ойламаппын. Бұған аса мән беріп қарамаппыз. Бірақ ештен кеш жақсы деген бар ғой. Біз өз қателігімізді жөндеуге тырысамыз. Барынша біз өз қателігімізді жөндеуге тырысамыз. Барынша тырысамыз. Біздің пікіріміз кереғар келіп тұр. Сіз өзіңіздікін дұрыс деуден танбайсыз. Маған да өз ұстанымым жөн көрінеді. Мен сізге айтарымды айттым. Барынша түріндіруге тырыстым. Дұрыс деуден танбайсыз. Не болып отыр? Өз ұстанымым жөн көрінеді. Мен сізге айтарымды айттым, барынша түсіндіруге тырыстым. Өзіңізді менің орныма қойып көріңізші бір сәт. Өтінем сізден. Сіз не айтып тұрсыз? Жеңгеңіз деген жеңгеңіз деп. Сіз не айтып тұрсыз? Жеңгеңіздің жағдайы әрине өкінішті. Бірақ солай болады екен деп, бір жағдайға бола 1000 жылдық дәстүрді қалай бұзбақсыз? Мұныңыз дұрыс емес. Сумитра ханым, сіз де жас күніңізде ана болдыңыз. Қаншама қыз күйеуге ерте тиіп жатыр. Солардың бәрі ана болды ғой. Бәрі бірдей сіздің келініңіздің тағдырын қайталап жатқан жоқ. Сондықтан бізді де түсініңіз. Өтінем сізде. Әрине, оныңызбен келсем, дегенмен... Тыңдаңызшы. Протаптың жасындағы жеткіншекті қадағалап отыру оңай емес. Оның үстіне адам көп қателікті жас кезінде істейді. Егер қасында елі болса, ештеңеге ұрынбай тыныш жүретін еді. Бізде олардың болашағын ойлап уайымдамас едік. Сіздердің де жандарыңыз тыныш болатын еді. Сондықтан келінімізді өзімізге беріңіз деп тағы да бір өтінем. Өздеріңіздің де абыройларыңызды ойлаңыз. Сугнада қазір ештеңенің байыбына бара бермейді. Ол жас. Жөтелі болайшы. Ем болып кетті жағдай. Жөтеліге мұрша жоқ. Сәлем Гүлнұр, қалың қалай? Гүлнұр. Өзімізге беріңіз деп тағы да бір өтінем. Өзімізге беріңіз деп тағы да бір өтінем. Өз абыройларыңызды ойлаңыз. Сугнада қазір ештеңенің байыбына бара бермейді. Өйткені ол өте жас. Аяқ астынан. Қазір. Жөтелу деген қиын болды ғой бізге. Жоқ, олай болмайды. Олай болмайды. Сәл жоғары беріңізші маған. Өзімізге жас қыз деген. Абыройларыңызды ойлаңыз. Қазір ештеңенің байыбына бара бермейді. Өйткені ол өте жас. Иә? Өйткені ол өте жас. Аяқ астынан бірдеңеге. Жоқ, олай болмайды. Біз балаларымызға өзіміз сенбесек кім сенеді?
Біз онсыз да осы кезге дейін ғой мына қате. Кезге дейін күтіп келдік қой. Біз онсыз да осы кезге дейін күтіп келдік қой. Енді аз ғана шыдамдылық танытайық. Жақын арада Сугна да 18 жасқа толады. Кешіріңіз, Байрон мырза. Райыңыздан қайтпайтын болсаңыз, біз де өз шешімімізді өзгерте алмаймыз. Қызыңыздың тағдыры сіздердің қолдарыңызда. Осыны ойланыңызда бізге бір хабарын беріңіз. О, созылады екен Айжан. Ана женщина екіні мен алайын онда, я? Бізді өзгерте алмаймыз. Қызыңыздың тағдыры сіздердің қолдарыңызда. Осыны ойланыңыз да, бізге бір хабарын беріңіз. Амансыз ба мырза? Ой, сәлеметсіз бе? Мырза. Сәлеметсіз бе? Құттықтаймын, Сумитра. Сізді де құттықтаймын. Осы күнді ұзақ күттік қой. Ештен кеш жақсы деген осы екен ғой. Сіз не туралы айтып тұрсыз? Не дегеніңіз, Минка? Сен... Не туралы айтып тұрсыз? Не туралы айтып тұрсыз? Не дегеніңіз? Қыздарыңызды ұзатып жатырсыздар, солай емес пе? Бұл сіз үшін қуанышты жаңалық емес пе сонда? Бұл сіз үшін қуанышты жаңалық емес пе сонда? Болу керек. Солай емес пе? Бұл сіз үшін қуанышты жаңалық емес пе сонда? Жүріңдер, әрі қарай кеттік. Кальяни ханим. Кальяни ханим. Жүріңдер, әрі қарай кеттік. Кальяни ханым бізге осы жаңалықты бәріне хабарлап шығыңдар деген. Жақында Сугна күйеуімен бірге кетеді. Соған дайындықты бастай беру керек. Кеттік, жүріңдер. Елдегі заң талаптарына бағынбастан балалардың некесі қиыла береді. Көп адам мұның қаншалықты ауыр күнә екенін сезініп түсіне де алмайды. Байрон. Осымен болдық. Бұл серияда бітті. Кальяни ханым. Кальяни ханым. Өмірде солай сөйлесең, Кальяни апа. Сөйлеген кезде сөйлеу керек. Кеше жерде Әлима әріптес отыр. Бұл кісілер, Әлима да осыны жазды алдында. Алимуша, привет! Әлимаға сәлем. Алмадан, Жазирадан, Жәкеңнен. Уағалейкум ассалам, қалай қалдарыңыз? Ал сонымен бұл серияны бітірдік. Сұраныстарыңыз болса екінші серияны қосамыз.